Ассалаумағалейкум, қалайсыздар, қалай жағдайларыңыз жақсы ма? Алланың аман есен ба? Ұстап отқан оразаларыңыз қабыл болсын деп бір видео жазып қояйын дедім енді. Бағана шетелде жүрген енді бір бала Жасик деген бе екен, қазір сол Америкада жоқ деймін, Жасик бе екен, Жасұлан бе екен аты. Енді сол елде болып жатқан нәрселерді айтады ғой, енді соның бір видеосы алдына шығып қалып. Сол анау референдум жайлы ғой енді. Референдумды қолдамайын деп жатқандарда, мен референдумды қолдамаймын деп видео жазып пост жазғандарды қалай айтсам екен. Енді Қазақстанның құқық қорғау органдары звондап, еще болмаса сол звондайтын адамдар вообще әңгіменің ашық звондап жатыр дейді. Ал қолдаймын дегендерді звондамай жатыр. Я қолдаймын дегендерге звондамайды. Бұл не болды дейді. Сонымен қазір келе жатып, ойланып, интернеттен ақпарат көріп, енді біз енді вице-президентті қоямыз деп жатыр ғой. Енді вице-президентті қойса, Тоқаевтың орнына мүмкін кім болады? Мүмкін мен боламын, мүмкін сіз боласыз вице-президент. Бірақ Тоқаев кетем десе, соның орнына Тоқаевтың орнына вице-президент қылады да. Енді былай қарағанда президент мүмкін Тоқаев уақытына жетпей мен кетем деп билікті соған тапсырып кетіп қалуы мүмкін де, мүмкін бір адамға, біз білмейтін мүмкін бір адамға. Сонымен мен іздедім, мен жан-жақтан вице-президент қайсы елдерде бар екен, кімдерде бар екен десем, Европаның 3 елінде бар екен. Қате айтып қою мүмкін, Сан-Марино дейді біреуі. Сан-Марино шын қай жерде екен білмеймін, мүмкін кішкентай мемлекет. Біреуі Кипр дейді. Біреуі қай жерде де? Британия деді ма? Франция деді ма? Мүмкін Кипр мен Сан-Мариноны дұрыс айтты ма? Үшіншісін мүмкін қате айтып қою мүмкін. Бір нені белді мемлекет, Европаның белді ел танитын елдің аты. Сонымен Қытайда жоқ екен, Америкада бар енді. Америкада енді болу керек деп ойлаймын. Неге десеңіздер, вице-президент Джей Венс па, қазір кім? Олар енді әлемдік саясатты айламдап жатқан адамдар ғой. Мен де ойлаймын енді біз мысалыға халқымыз енді 20 миллионнан асты. Шүкір, бұдан да жақсы көбейік, 100 миллионға дейін барайық дейміз ғой. Бірақ бұлай көрші елдерге қарасаң 1,5 миллиард же болмаса 1 миллиард дей салайықшы. Қытайдың өзінде енді вице-президент деген жоқ, іздеп қарасам шықпады. Ресейде жоқ екен, басқа Германияда жоқ екен мысалыға. Енді мен бұлай қарасаң 20 миллион деген көп емес те, көп емес. Енді айтады ғой, Москваның өзінде қанша 18 миллион дей ма адам бар дейді. Енді Қытайдың бір ауданның, бір қаласының халқы ғой Қазақстанның ішінде, Аллах тағала беріп қойған кең байтақ жерде. Мен айтам да, егер мен референдумды қолдамаймын. Неге десеңіздер, ол босқа шығын. Бір адам істейтін тірлікті оны бөліп алып істеу негізі ол қате. Мен қай кезде қолдаймын айтайын ба? Мысалға біздің Қазақстан мемлекеті демократиялы ел болып, әлемдік саясатта үлкен орны бар. Мысалға қалай айтсам, әлемдік саясатта қазір кім? Қытай дейікші, бір жағында Қытай. Енді халқының саны көп, енді экономикалық жағдайда мүмкін әлемде қаншаншы орын екен білмеймін. Бірінші орында Америка ғой, дұрыс па? Бірінші орында демей қойшы, бір топ 10-ға кіріп, әлемдік саясатты бетіп, біз сөйлесек бір сыртқы саясат, ішкі саясат өзгеріп кететін әлемдік саясат сондай жағдай болғанда, мысалға Тоқаев шығып бір сөйлеп, мысалға Украина мен Ресейдің арасындағы қақтығыс жайлы бір сөз айтып, сол әсер етіп, мысалға ішкі мемлекеттің ішкі істерін қарауға уақыты жетпей жатса, Ресей демекші кеше бір ақпарат оқып қалдым. Ақтау жоқ деді ма, Атырау жоқ деді ма? Ресейдің әскери ұшағы келіп, енді радардан картасына шатасып кетті, енді радардан шатасып келіп, біздің неге қоныпты?
әуежайға қонып қайтып оның медициналық көмек беріп оны қайтып ұшырып жіберді дейді. Енді әуеден келгенде негізі біздікі болмаса негізі атып түсіру керек пе еді, болмаса қалай болды деген ойға келіп қалды. Біздің ПВО-лар істей ме істемей ме әуе шабуылына қарсы жүйелеріміз. Сондай бір ақпарат шығып қалды. Одан кейін айтайын дегенім, Америка сияқты халық енді жағдай жақсы, ойбай, сыртқы саясатта Тоқаев сөйлемесе, мысалға да Тоқаев сөйлемесе болмайды, ойбай, қанша 365 күннің 300 күні сыртқы саясатпен Тоқаев айналысып жатса, мысалға да қазақ жағдай жақсы, ешкімде кредит жоқ, машинаның барлығы су тегін, жеті жыл айдесінде ауыстырып қайтып міне бересің деген, сондай халықтың жағдайы бір деңгейге шығып көтеріліп, бір Қазақстанның саяси сахнадағы орны топ оңға кіріп тұрып, Тоқаев бір сыртқы саясат, сыртқы біздің мысалға сыртқы істер министрлігі, ішкі істер министрлігі бар ғой, бірақ сыртқы істер министрлігі бола тұра Тоқаев сыртқа шығып бір өзінің ойын айтшы, ойбай, Тоқаев мырза деп сыртқы елдер шақырып Қазақстан ішіндегі халыққа бір көңіл бөлуге уақыт болмай жатса, онда болады да. Вице-президентін де қойсын. Енді қазір біздің жағдайымыз, енді сыртқы саясатта 24 сағат сөйлессем де, енді былай үлкен әлемдік сахнада сөйлеген сөз, енді мен білмеймін, Қазақстанның сөзі ауыр басады деп. Мүмкін Азияда ауыр басатын шығар, бірақ әлемдік саясатта Қазақстан ауыр баспайды. Сондықтан енді қазақта айтып қойған ғой, қойшы көп болса қой арам өледі дейді. Деп білмеймін енді, вице-президент болып ол келіп, Тоқаев оймен кетіп қалында ол президент болып, ол да келіп, мен де тағы орныма біреу қоямын да, одан анау қоямын да, оны барлығымыз бір вице-президент қойып алайық астымызға. Енді вице-президенттің лауазымы Тоқаевқа бірден келіп қалса, Тоқаев кетіп қалса, ол президент болады. Екінші адам ғой, енді сондай болады екен. Онда премьер-министр не керегі бар? Болмаса бұлай қылу керек. Парламенттік жүйе қылу керек та, елді премьер-министр басқаратын қылу керек та. Тоқаев сыртқы саясатта Тоқаевтың да сөзі өтетін, бірақ көп ішкі мәселелерді, ішкі заттардың барлығын тексеретін премьер-министр қылу керек та. Тоқаев оймен қолын тимей жатыр, вице-президент болсын деп сондай болса, президент, премьер соның қызметін атқарсын. Білмеймін, бектеніп былай аудан аралап жүр дегенді мен естіппін. Қала аралап жүрген шығар, енді аудан аралап жүр дегенді мен естіппін енді. Қызық болып тұр бұл не болса да. Мен өзім қолдамаймын, енді звондайтын шығар, звондасын алып сөйлесейік. Бірақ бұл референдум пайдасы жоқ деген референдум. Енді өздерінің билік басында отырғандарға мүмкін пайдалы шығар, бірақ халыққа енді пайдасы білмеймін енді. Мен үшін пайдасы жоқ, мен де бір халықпын ғой. Білмеймін енді. Бағана бір бауырымыз видео түсіріп жіберді, шетелде жүр, шетелге кеткен. Етіп дейді, Қазақстанда бір айда табатын ақшамды мына жақта бір аптада таптым дейді. 40 дейді, 48 сағат істедім деді ма? 351 мың теңге тауып, қазақтың ақшасымен санағанда. Білмеймін. Бұлар ауыстыра берсе, 30 жылдан кейін тағы біреу келеді, қой енді вице-президентті алып тастайық енді президент неғызын деп. Одан кейін тағы бір 30 жылдан кейін вице-президент керек екен, тағы үйтейік, бүйтейік деп. Ойларыңызды айтыңыздар. Маған әңгімені ашып түгін алып тұрған жоқ мына. Референдум дегенде әншілердің барлығы ойбай концерт беріп, концерттің арт референдум деп былай не деп қояды? Референдум таңдаймыз деген сияқты. Бүйтіп қалған птичка бар ғой, бүйтіп қалған. Соны қойып, концерт беріп, жастарды апарып, жастар олар ән тыңдаса болды ғой. Ән тыңдап, жастар мәз, біз референдумды қолдаймыз, біз қолдаймыз деп сөйтіп жатыр енді. Білмеймін, бұның арты не болады екен. Мен бір байқағаным, 2026 жыл енді басқасын айтпай ақ қойыншы, маған қиын басталып жатыр.
білмеймін, или мен жалқаумын. Или мен жалқаумын, или же болмаса ақшаның құны кетті, біздің ақшамыз. Жақсы, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Байланыстамыз. Ойларыңызды айтыңыздар. Жыламаған балаға емшек жоқ дейді. Саяси сауатсыз халық құл дейді. Құл болуға лайық дейді. Саяси сауатсыз халық аш халқында ойланады дейді. Мен соған айттым ғой. Тоқаев қолы тимей, ойбай сырт жақтың мәселесімен жүрмін деп 360 күннің 300 күні сыртта ұйықтамай, бір мұрнын сіңбіруге уақыты жоқ, сыртқы саясат Қазақстанның беделін көтерейік, ойбай деп кетіп, бұнақта премьер-министр үлгере алмай атып, үлгере алмай жатса, Қазақстанның ішкі істерімен, содан кейін болмай жатса, онда мен қолдаймын. Вице-президент болсын деп Тоқаевты қолдаймын. Ал қазір енді ренжімесін. Мен өз ойымды айттым. Жақсы, байланыстамыз.